Тәңіршіл қазақтардың қаза ғұрыптары жерлеу және аза. Өлім және оны естірту. Қазақ өлген адамды ешқашан өлді деп айтпаған. Себебі қазақтар адам өліміне байланысты үлкендерді қайтыс болды, бақиға аттанды деген сөздермен білдірсе, жас өспірімдерді, боз балаларды, жастарды қыршын кетті деп, ал нәрестелерді және кішкентай сәбилерді шетінеп кетті деп айтқан. Ал көңіл айтқанда қазаның арты қайырлы болсын дейді. Бұл ата-бабаларымыз ұстанған тәңірлік дүниетаным. Мәйітті күзету. Тәңіршілдік дүниетаным бойынша адам қайтыс болған соң дереу жуындырып, үйдің оң жағына жатқызып қояды. Сонымен бірге мәйіт жатқан үйді бос қалдырмайды. Шырақ жағып, үлкен ақсақалдар мен жастар бірге жақсы әңгімелер айтады. Үйдегі ересектер қайтқан адамның денесін жәндіктерге зақымдатпау үшін түнде мәйіттің бетін ашып көріп отырған. Кешкі қонақ асы алыстан келгендерге беріледі. Мәйітті жуындыру. Жуындырып оң жаққа жатқызу. Жуындыратындарды сүйекке түсушілер деп атайды. Сүйекке түсуші адамдар қайтыс болған кісімен жасы жағынан қатарлас немесе үлкен болуы қажет. Қайтқан адамды әдетте туыстарынан не ағайындарынан құралған 3 немесе 5 адам жуындырады. Бірі бас жағын, бірі денесін, бірі дененің төменгі жағын жуындырады. Бірі су құйып беріп тұрады. Сосын оң жаққа жатқызып қояды. Қазіргі кезде жуындыруға медициналық қолғап, санитарлық, гигиеналық талаптарға сай керекті заттар қолданылады. Жаназа шығару. Жаназа шығардың алдында мәйітті кебінге орап далаға шығарады. Сосын қандай адам болғаны туралы, қарызы бар болса, оны кім өтейтіні айтылады. Жаназаға тек ер адамдар қатысады. Қайтыс болған кісінің өз жұртынан немесе нағашы жұртынан жасы үлкен кісілердің бірі ортаға шығып, тек қазақ тілінде түргеліп тұрып бата оқиды. Уа жаратушы Тәңірім, ата-баба әруақтарын осы жарық дүниедегі тірі жандарды жарылқай көр. Тәңір жарылқасын деп 2 қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Уа жаратушы ием, осы жарық дүниемен хоштасқан, өмірден қайтқан, осы жерде қайтыс болған адамның есімі айтылады, кісінің мәйітін жер қойнауына тапсырайын деп жатырмыз. Осы қайтыс болған кісінің бұл жерде есімі айтылады, аруағын жарылқаңыз. Оны өз ата-баба аруақтарымен табыстырып, бақытқа бөлеп, артында қалған елін, ағайын туыстарын, ұрпағын, егер қыршын кеткен жас адам немесе шетінеген нәресте сәби болса, желеп жебейтін, қолдайтын және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп қатерден қорғайтын күшке ие етіңіз. Уа Тәңірім деп, Тәңір жарылқасын деп 2 қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Тәңірім, бұл кісі қайтыс болған кісінің есімі айтылады. Бұл кісі ізгілік істеген адам болса, оның артында қалған ұрпақтарын, ағайын туыстарын, елін желеп жебейтін, қолдайтын және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп қатерден қорғайтын күшін арттырыңыз. Егер бұл кісі жамандық жасаған болса, артында қалған ұрпақтарын, ағайын туыстарын, елін желеп жебейтін, қолдайтын және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп қатерден қорғайтын күшінен айырмаңыз. Күнәларын кешіріңіз.
әруағын өз ата-бабаларының аруақтарымен табыстырыңыз. Тәңір жарылқасын деп екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Уа Тәңірім, осы қайтыс болған кісінің аты жөні айтылады. Осы қайтыс болған кісінің аруағын, артында қалған ұрпағын, ағайын туыстарын, ел жұртын жарылқаңыз. Уа ұлтымның ата-баба аруақтары, осы қайтыс болған кісінің, тағы да есім айтылады, аруағымен қауышып, артында қалған ұрпақтарын, ағайын туыстарын, ел жұртын желеп-жебеп, қолдап, қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп-қатерден қорғап жүріңіздер. Тәңір жарылқасын, аруақтар қолдасын деп екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді. Жаназаға жиналғандарға қарап, Тәңір жарылқасын, бүкіл қазақтың әруақтары қолдасын. Жеті атасының әруақтары желеп-жебесін және қастандықтан, бәле-жаладан, түрлі қауіп-қатерден қорғасын. Қазанның арты қайырлы болсын, артында қалған ұрпақтары, ағайын туыстары аман болсын. Халыққа қарап айтылуы тиіс. Қабыл болсын деп екі қолды жүрек тұсына қойып, бір рет бас иеді.